Бидің айтқанын байғұс айтады, аузының дуасы жоқ. Телевидениені қарасаңыз, Қазақстанда түк болып жатқан жоқ сияқты. Бәріміз әнші, бәріміз спортсмен болып кеттік. Теңгемізді қалай көтереміз? Бұл инсульт, кризистің келгеніне мен екінші жағынан қуаныштымын. Неге десеңіз, армысыздар, қандастар. Қазақтың бір керемет мақалдары бар ғой. Көп құтырған бір жылайды, көп осырған бір шат деген. Болмаса, көп асқанға бір тосқан деген. Шындығымен өмір әділетті ғой. Әдетте жеке басты адамның өзі кейде бір құтырып еліріп кетсең, соңғы міндетті түрде маңдайың тасқа тарс ете түседі. Ол мына алғаш көлік айдап үйренген кезде басында бүйтіп байқап айдап жүресің. Соңғы біраздан кейін сенімділік пайда болады. Біраздан кейін қалай болса солай айдай бастайсың. Сол кезде міндетті түрде тарс екіз бір рет соғып аласың. Дәл сол сияқты адамның асып кеткен кезде, қауіптілікті ұмытып кеткен кезде адамның бір орға барып жығылатыны заңды. Енді осыны біз мемлекетке байланысты айтсақ, мемлекетті бір адам деп алсақ, біз 30 жыл бойы шындығында да өзбекті мазақтадық, қырғызға күлдік, Қытайды сасық Қытай дедік, орыстарды кіші орыс деп баяғыда Абай айтқандай, осы қазақтан артық ел жоқ сияқты қатты бір дарақыландық. Универсиада өткіздік, саммиттер өткіздік, не бір әлемдегі жиналыстарды өткіздік. Бәріміз әнші, бәріміз спортсмен болып кеттік. Ауыл шаруашылығындағы малды түгел сойдық, санын азайттық. Соның кейін етімізді Бразилия, Аргентинадан, сүтімізді Қырғызстан мен Беларусиядан әкелетін жағдайға дейін жеттік. Бірақ сонда да дарақылығымызды қоймадық. Қай қалаға барсақ, үлкен тойханалар, Алматы мен Астанада салып тастаған не бір сарайлар, мәдениет үйлері, спорт сарайлары керемет. Мен өзімді кейін кезде бір байқұс санап жүрмін. Не болмаса бір есі дұрыс емес жынды адам сияқтымын. Неге дейсіз бе? Өйткені айтады, бидің айтқанын байғұс айтады, аузының дуасы жоқ дейді. Болмаса жындының айтқаны келмейді, сандырақ келеді дейді. 2015 жылдан бастап осы Фейсбукқа тіркелдім. Соның кейін осы жерде әлеуметке бір сөзіңді жеткізетініңді, ойыңдағын айтуға болатынын түсіндім де, аздап экономикадан хабары бар, аздап тарихтан хабары бар адам ретінде, әлемді аралап жүрген адам ретінде, және де нақты кәсіпкер адам ретінде адам ой толғайды ғой. Ака осы біз қайда кетіп бара жатырмыз, басқа елдер қайда кетіп бара жатыр, бұрынғымыз не болды, ертеңіміз не болады деген. Осы ойлар менің жүрегіме үлкен қорқыныш әкелетін. Сол 2015-тен бастап мен мынандай посттар жаза бастап. Міне, сол кезде теңгеміз бір құлады ғой. Ары қарай, егерде біз әлемнің ғылымын, білімін игеріп, елдермен бәсекелесімізді нығайтпасақ, біздің ары қарай қалымыздың мүшкіл болатынын мен өзім кәсіпкер ретінде сездім. Өйткені кәсіп бастаған кезде де, кәсібің жақсы жүргеннен кейін, біраздан кейін тоқ мейілсе бастайсың, біраздан кейін босаңси бастайсың, ойнап күле бастайсың. Сол кезде бәсекелесің, нарықты алып алып, сені банкрот қылған кезде есіңді бірақ жиясың. Біздің ел дәл солай банкроттыққа қарай кетіп бара жатты. Кейінгі 5 жылдың ішінде әсіресе. Сол кезде біз есімізді жию керек еді, шындығында да. Ертерек жиған кезде біз дәл қазіргідей қиындыққа ұшырамас едік. Дәл қазірде біздің халқымыздың көбі кедейленбес еді. Дәл қазіргідей интернет технологияны дамытпай, елдерге береміз деген ақшаны тарата алмай жатырмыз ғой. Бұндай жағдай болмаушы еді. Бірақ осы коронавирустың келіп, кризистің келгеніне мен екінші жағынан қуаныштымын. Неге десеңіз, біздің әліміз құрып, әбден банкротқа жақындамай тұрған кезде, ертерек дер кезінде келді. Енді біз барлық сөзімізбен, барлық әрекетіміз ертең күніміз не болады? Бала шағамызды қалай асыраймыз? Мұнайдың бағасы төмендеді, енді көтеріле қоймайды. Теңгемізді қалай көтереміз? Бюджеттің тесігін қалай жамаймыз, қалай толтырамыз? Осы сұрақ мемлекеттің басындағы адамдармен соңғы әрбір адамның осы Қазақстандағы жүрегінде, санасында тұруға тиіс. Әрбір адам өз үшін жауап беріп, мен қоғамға қандай пайдам келтіре алам, сол пайдам арқылы
мен қалай жанымды бағам, адамдар маған елге пайда келтірсем, проблеманы шешіп берсем, маған ақша төлейді ғой. Қалай мен отбасымды бағамын деген сұраққа жауап іздеуге тиіс. Әрбір тиынын осыны қалай екеу қыламын, қалай осыны бір ғылымға, білімге, не өндіріске саламын деген ойды біз күндіз түні ойнап күлмей жатсақ тұрсақ, осыны ойлауға тиіспіз. Мен қазір үнем осыны ойлаудамын, бала шағам осыны айтудамын, өзінің командама осыны айтудамын. Ал енді әлеуметтік желіде қарасаңыз, телевидениені қарасаңыз, Қазақстанда түк болып жатқан жоқ сияқты. Бәрі біреу шашын алып таратып жатыр, біреу әнін айтып жатыр, біреу қалжыңын айтып жатыр, вайнерлер неше түрлі сайқымазақ жасап жатыр. Қағанағымыз қарқ, сағанағымыз сарқ. Бұлай болмайды ғой. Бұдан артық қандай қиыншылық керек? Біз орманның ішінде отырмыз, ормандыға өрт шалды, өрт болып жатыр. Жақындап қалды бұл өрт. Ал біз мәзбіз. Бұл келген кризис, әшейін бір адамның бір шалдыққан дертіне, ауруға егер сонымен салыстыратын болсақ, бұл тұмау емес, бұл аяқ сындырып алу емес, бұл әуел бөкпе, бүйрек бауыр емес, бір системамен, дәрімен емделіп жазылатын. Бұл инсульт. Инсульт алған адамды ешқандай дәріде, дәрігерде көмектеспейді. Ол аяғынан тұрып кетуі тек қана оның өзіне ғана байланысты. Оның ерік-жігеріне байланысты. Мен осындай адамдарды көрдім. Өзімнің жақын нағашым инсульт болып ауырды. Сонда көрдім. Тек қана адам бір саусағы қимылдай бастады ма, сол саусақты қимылдатып, екі саусағын қимылдатып, үш саусағын қимылдатып, күнде аяғының саусағы қимылдай бастады ма, аяғын ақырын қимылдатып, күнде ерінбей, талмай, қайтпай жаттығу жасай берсе, тұрып кетуге оның мүмкіндігі, шанс бар. Егер ондай күш-жігері, ондай рухы болмаса, ол сол астынан дәретін алып, жатып сал болып өледі. Бұл келген кризис сондай. Біздің қазір рухымызды тексеретін ауру, дерт. Жақында мен көшеде қыдырып жүріп, бір көшеден кейін бір азаматпен танысып қалдым. Ол да осы инсульт болып ауырған екен. Сол кісінің өзінің аузынан тыңдаңызшы, осы инсультқа қалай шалдықты және одан қалай жазылып шықты. Міне Ерекең де осыдан 2015 жылы инсульт алып қалған, мүлде бір ай комада жатқан, содан тұра алмай жатқан өзінің күш қайратымен арқасында қазір тұрып, кәсібін жасап, қайтадан міне ақсап болсын, жүріп жүр. Ермек қысқаша айтып кетші, көрші. 2015 жылы октябрь инсультта бір ай комада жатып қалып, Паризованның сол жақ. Содан кейін өзім талпынып, өйтіп бүйтіп өтір 2016-да жүріп кет, ары қарай өзімді кәсібімді жалғастырып және осы күнге шейін. Тұрған кезде ең алғаш қиын болды ма? Сол жайды айтшы ана. Ең алғаш жүре алмайтынмын, бір адамдар ұстап жүретін, таяқпен жүретін. Қазір өзіміздің осы көшеде таяқсыз 3 километр жүрем күніне. Күнде? Күнде. Алғаш тұра бастағанда неше метрден бастадың ең алғаш? Бастағанда көшенің бір шығам 100 метрден бастадым ғой. Содан міне енді таяқпен жүрдім о кезде. Енді таяқ тастап сол кезден. Енді қазір өзім жүріп өзімне аламын тұр. Енді міне ағайын, адамды алып шығатын өзінің рухы. Абай атамыз айтады ғой, өзіңе сен өзіңді алып шығар, ақылың мен қайратың екі жақтап дейді. Міне кімнің Ермек жаңа айтып отыр ғой, ми істеп тұрды, ақыл мен қайрат. Жақсы бала шағаң қызын көріп ұзақ жасауыңа тілектеспін. Жүрісті көрсетіп қойшы. Міне қайтпайтын адам өмірде кез келген тығырықтан, қиындықтан осылай шығады. Міне осы кісі айтқандай, бұған ешқандай бір шетелдің дәрігері, дәрісі, басқа біреудің көмегі бізді бұл кризистен алып шықпайды. Бұл кризистен ел болып, әрбір азамат, әрбір адам баласын қайда оқыту керек, өзі қандай білім алу керек, қандай кәсіп жасау керек. Қазір теңге құлады ма, енді шағын кәсіп орындарды, өндіріс орындарын ашу әлдеқайда тиімді болады. Халықтың 70-80% шағын және орта кәсіпте істесе, сол арқылы салықты толтырса, сол мемлекетте тұрақтылық болады. Сол мемлекетте бейбітшілік болады. Сондықтан сіздерге өтінерdim, WhatsApp арқылы, Instagramға, Facebookқа, YouTubeқа ешқандай сайқымазақ, бір күлкілі әңгімелер, өлең, жыр салмаңыздаршы. Өлең салсақ,
біз Махамбеттің өлеңдерін, Мұқағалидың, Мұхтар Шаханов ағамыздың өлеңдерін, Ақтанбердінің, Бұқар жыраудың рух беретін өлеңдерін, ойландыратын өлеңдерін салайық. Ән айтсақ, рухты әндер айтайық. Сайқымазақ, түкке тұрмайтын түсініксіз, жылауық әндерді емес. Бір пост салсақ, бір әңгіме айтсақ, бір-бірімізге ой салатын, бұл тығырықтан қалай шығамыз, кім қалай шығып жатыр. Шетелге барсақ, содан бір үздік бір ғылымды, үздік бір білімді үйреніп, соны насихаттайық. Шетелдегі таныстарымызбен сөйлессек, солардан сұрайық. Сендер не істеп жатсыңдар, біз не істеп жатырмыз. Біз қазір үлгі алатын мемлекетіміз, меніңше, ол Оңтүстік Корея. Олар осы тығырықтан қиналмай шықты. Басқа Европа, Америка мақтаған, тіпті Қытай сияқты емес, олар карантинге жабылған жоқ. Өздерінің өндірістері жұмыс істеп жатыр, экономикасы қалыпында, адамдары карантинге отырған жоқ. Тәртіп, ғылым, еңбек. Тәртіп, ғылым, еңбек. Осының арқасында. Сондықтан біз солардан үлгі алуымыз керек. Қазір бізге жанталасып, ертеңіміз не болады деген сұраққа бәріміз бірге жауап іздейік. Дарақылдықты қояйық. Біз ойнап күліп болдық, сазайымызды қазір тартып жатырмыз, ертең бұдан да қиын болады. Сондықтан тойханалардың бәрін өндіріс орындарын айналдырып, қазір бала әнші боламыз, боксер боламыз деген балалардың бәрін ғылым білімге қарай жұмсап, қазіргі сол шоу бизнесте жүргендердің бәрі енді қандай елге пайдалы, қазақтың экономикасын дамытатын бір кәсіпті игерсем деген оймен жүру керек, және соны істеуіміз керек. Келісесіз ба? Келіспеуіңіз мүмкін емес деп ойлаймын. Осы жерге енді өзіңіз не ойлап отырсыз? Өзіңіз мына карантин біткеннен кейін немен айналыспақсыз? Отбасыңызды қалай бағасыз? Қандай білім ертең қажет болады деп ойлайсыз? Қандай кәсіп қажет болады деп ойлайсыз? Оны игеруге дайынсыз ба? Осы жайлы жазып кетсеңіз. Егер менің бүгінгі мына жіберген видео әңгімем сізге ұнаса, сізге ой салса, лайк қойып, астына өзіңіздің комментарийіңізді жазып, және таныстарыңызға тарата жүруді ұмытпаңыз. Қайырлы күн қандастар. Нөлден кәсіп бастауға және маркетингтің соңғы 8 құралын үйрететін Аламан курсына қатынасу енді бұрынғыдан қолжетімді болмақ. Яғни Аламан курсын Каспирет, Халық банк арқылы 3 айдан 12 айға дейінгі бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Толық ақпарат алу үшін төменгі нөміріңізді қалдырыңыз.